Баршаңызға қайырлы күн, келіп жеткен наурыз мерекесі құтты болсын, ақ мол болсын. Әр аймақта наурызды әртүрлі дайындайды, ал мен өзімнің рецептімді ұсынамын. Бізге қажетті дақылдар: ақ жүгері, маш, ноқат, бидай, фасоль және сары жүгері. Сары жүгері, ақ жүгері және ноқатты бір ыдысқа саламыз. Фасоль мен бидайды бір ыдысқа, машты бөлек саламыз. Дәнді дақылдардың арасын тазартып, 2-3 рет жуамыз. Үстіне қайнап тұрған ыстық суды құйып, бетін жауып, кем дегенде 2-3 сағатқа қоямыз. Немесе кешкісін ыстық су құйып, бетін жауып қойсаңыздар болады, таңертең дайын болып жібіп тұратын болады. Наурыз көженің сорпасын дайындау үшін бізге сүрленген жылқының қазысы, еті және жілік сүйек қажет болады. Жілік сүйекті міндетті түрде қосыңыздар, сорпасына өте дәмді, дәм береді. Еттің үстіне су құйып, отқа қоямыз. Қайнағаннан кейін бетіндегі көбігін алып тастаймыз. Ноқатты, ақ жүгері және сары жүгеріні сорпаға салып, етпен бірге қайнатамыз. Сорпамыз 1 сағат қайнағаннан кейін фасоль мен бидайды салып қайнатамыз. Сорпаны қаттырақ қайнатып, оттың астын басып, жай отта пісіреміз. Көженің пісуіне 30 минут қалған кезде жібітілген машты салып қайнатамыз. Балаларға жеуге ыңғайлы болсын деп сыртын алып тастаймын. Көжеміз дайын болды. 3 сағат ішінде етпен бірге толық пісіп шығады. Езілген құрт, қатық немесе айранды шетінен қосып араластырып ұсынамыз. Назарларыңызға рахмет. Жылдан жылға наурызға аман есен жетейік.